Сәлем достар, мен бүгінгі видеода дивергенция деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Менде бір подписчик комментарияға дивергенция дегеніміз не деген сұрақ қалдырған екен. Дивергенция дегеніміз ол жалпы біздің анализіміздің рынктың структурасымен сәйкес келуі. Мысалға, өздеріңіз таңдаған бір акцияны аласыздар да 30 минуттық таймфреймге қойып қарайсыздар. Отыз минуттыққа қойып, жақындатып, жылжытып көреміз. 30 минуттық таймфрейм бойынша баға өсіп жатыр ма, әлде түсіп жатыр ма, және алдыңғы күннің бағаларын, алдын баға қай жерге дейін барған, қай жерде құлаған, қай жерден поддержка алған, осылай тренд сызықтарын сызып дайындап аласыздар. Төменге қарай жылжытып көреміз. Жалпы баға қай жерден басталғанын, қай жерге дейін баға баруы мүмкін, егер түсіп кетсе қай жерге дейін түсуі мүмкін. Оның барлығын алдыңғы бағаларға қарап болжайтын боламыз. Енді 1 сағаттық таймфреймге қойып көреміз. Бір сағаттық таймфрейм бойынша бір сағаттық таймфрейммен қарайтын болсақ, мына жерде баға түсіп жатыр. Енді 4 сағаттыққа қойып көреміз. Таймфреймді жақындатқан сайын баға анық бола түседі. Қазір мен дневнойға қойып көремін. Дневной таймфрейм бойынша бағаның ең жоғарғы нүктесі бізде $170 дейін барған екен. $164 дейін барған екен. Одан кейін қай жерде сопротивление бар, соны да сызып шығамыз. Қай жерде поддержка, қай жерде сопротивление, соның бәрін үлкен таймфреймде сызып аламыз. Яғни бұл тренд сызықтары баға осы аралықта жүруі мүмкін. Осы тренд линияларын бұзып кеткен жағдайда қай жерге дейін баруы мүмкін. Егер бұзып төменге қарай кетсе, қай жерге дейін түсуі мүмкін. Сол жағынан бізге жақсы сигнал береді. Сол үшін тренд сызығын сызып алуларыңыз керек. Осылай таймфреймдерді ауыстырып отырып, енді қайтадан 4 сағаттыққа қойып көреміз тағы. 4 сағаттықта біздің сызған тренд сызықтарымыз қаншалықты дұрыс сыздық, соны көреміз. 4 сағаттықтың ішінде тағы да сопротивление, поддержка іздеп көреміз. 4 сағаттықпен баға құлап жатыр. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, мына ұзын жасыл свечадан бастап бізде восходящий тренд болған. Осы аралықта восходящий тренд болған. Рынктың структурасы былай кеткен. Баға кеп тіреледі, қайттан көтеріледі, тіреледі, қайттан көтеріледі. Мына параллельный сызықтың төменгі жақтары поддержка, жоғары жақтары сопротивление. Яғни баға сол жерге барып, қайтадан төмен түседі. Төменгі жақтағы сызықтан поддержка алады, қайтадан жоғары барып, қайтадан төмен түседі. Енді 1 сағаттыққа қойып көреміз. Қаншалықты анық екен. Таймфреймді жақындатқан сайын сіздер анық түсінесіздер. Яғни таймфреймді жақындатқан сайын бізге бағаның қайда баратын анық болады. 4 сағаттықтың ішінде мына жерде тағы да сопротивление мен поддержка бар екен. Осылай сызып аласыздар өздеріңіз. Мына бір жерлерде тағы да
сопротивление, ал мына бір жерде поддержка бар. Бірақ 1 сағаттықпен қарасақ анық көруге болады, баға ана тренд сызығын бұзып төменге қарай кетіп бара жатыр. Енді 30 минуттыққа ауыстырып көреміз. 30 минуттықта мына жерде нисходящий тренд бар екенін анық көруге болады. 5 минуттыққа ауыстырамыз таймфреймді. Бес минуттық таймфреймде мына жерде уже нисходящий тренд басталған. Восходящий тренд аяқталды. Енді нисходящий тренд басталды. Мына жерде жасыл свеча, ең соңғы жасыл свеча біз сызған тренд сызығының жоғарғы жағын бұзып кете алмаса, онда баға төменге қарай құлайды деген сөз. Сол жерді бұзып кете алмай жатыр. Анализімізді примерно осылай жасап аласыздар. Рынок ашылған уақытта енді келесі Apple'дың компаниясын көрейік. Қазір бір күндікке қойып көреміз. Дневной таймфрейммен көреміз. Бұл жерде әр свеча өзінің бір күндегі қозғалысын көрсетеді. Қайтадан 4 сағаттықпен қойып көреміз. Төрт сағаттық бойынша баға қайда баратын белгісіз. Енді 1 сағаттық таймфреймге ауыстырамыз қайтадан. 1 сағаттық бойынша қарайтын болсақ, баға өсіп жатыр екен. Мына жерде тренд сызығын бұзып кете алмай жатыр. Жасыл свечаның фитилі тренд сызығынан сәл көтерілген, бірақ сатып жүруші қайтадан бағаны түсіріп жатыр. 30 минуттық таймфреймге ауыстырып көреміз. 30 минуттықпен қарайтын болсақ, мына жерде екеуі теңесіп тұр. Қызыл свеча мен жасыл свеча екеуі теңесіп тұр. Так, AMD-ді көрейік. AMD біздің анализімізге сәйкес келді. Демек, біз бұл жерден шорт позиция ашамыз. Өзіміздің тек профитімізден стоп-лоссымызды қойып, шортқа аша берсек болады. Яғни біздің анализімізге рынктың структурасы сәйкес келді ма? Демек, бұл жер дивергенция деп аталады. Жалпақ тілмен айтқанда дивергенция дегеніміз осы. Біздің анализімізге рынктың структурасының сәйкес келуі. 1 сағаттықпен қойып көргенде, 30 минуттықпен қойып көріп, тренд сызықтарын сызып, свечаларды ауыстырып көріп, байқап, әркім өзінің позициясын ашады. Яғни сіздің техникалық анализіңізге сәйкес келіп тұр ма? Демек, ол дивергенция деп аталады. Тек қана таймфреймдер ғана емес, ол жерде индикаторлар бар. Бірақ маған қазір индикатордың қажеті жоқ, өйткені мен тренд ауысқанын байқадым. Тренд восходящий, нисходящийға ауысқан. Оны жаңағыдай параллельный сызықпен тренд сызығын сызып көрдім. Яғни соның өзі маған жеткілікті болды. Енді Apple'дан қандай позиция ашатынымды қазір көремін. Так, Apple компаниясында восходящий тренд болып жатқан сияқты. Бұл жерден әлі позиция ашпаймыз, өйткені әлі белгісіз. Бағаның қайда баратыны әлі белгісіз. Бұл жерден ешқандай позиция ашпаймыз. AMD компаниясы бойынша баға құлап жатыр. Мына жерде тағы да бір индикатормен көрейік. Индикаторға салып көрейік. Бұл индикатор бойынша баға өседі деп көрсетіп тұр. Келесі индикатор EMA бойынша көрейік. EMA мына жерде EMA индикаторы бойынша 5 және 10 күндікті қоям. Қалғандары керек емес маған. Жақсы сигнал беретін сол 5 күндік пен 10 күндік.
ема боюнча карасак, баганы сызыктары жогорудан төменге карайт. Яғни эманын сызыктары биздин свечанын төбесинде тур. Эгер төбесинде турса, онда баганы төменге карай басат, бага төменге карай түсөт деген сөз. Эгерде мына сызыктар көк сызык пен сары сызык астына карай кететін болса свечанын, онда ол баганы көтерет деген сөз. Ема боюнча бага түсөт деп тур. Мына жерде екі свеча теңесіп қалды, кішкене көтерілді жасыл свеча. Магди боюнча көрейік. Магди боюнча астындағы қызыл сызық тұр ғой, соған дейін барат деп тұр. Егер өссе, төбедегі көк сызыққа дейін барат деген сөз. Магди боюнча да бага біздің тек профитімізден төменге дейін құлауы мүмкін деп көрсетіп тұр. Яғни осы біздің техникалық анализдеріміздің бәрі сәйкес келіп тұр. Плюс $180 мен жабылып қалды. Apple компаниясын көрейік. Apple компаниясы әлі белгісіз, бага қайда баратыны. Енді Meta компаниясын көреміз. Meta компаниясын қайтадан 4 сағат дневной таймфреймге қойып көреміз. Бірінші үлкен таймфреймдерден бастап анықтап көреміз. Бага қай жерден бастап көтеріліп келе жатыр. Қазір месячный таймфреймге қойып көрейін. Месячный таймфрейм боюнча баганын ең жоғарғы барғаны $333 дейін барған екен. Ал ең төменгісі $84 дейін барған екен. Енді қайттан дневнойға ауыстырып көрейік. Дневнойға қойдық, бага құлап жатыр. Енді 4 сағаттықпен көреміз. 4 сағаттықпен қарайтын болсақ, тоже бага құлап жатыр. Часовикке ауыстырамыз. 1 сағаттық таймфрейм бойынша бага уже тренд сызығын бұзып, одан да төменге қарай кетіп жатыр. Енді 30 минуттыққа қойып көреміз. 30 минуттықпен қарайтын болсақ, уже тренд сызығын бұзып кеткен. Мына жерден бастап нисходящий тренд басталған, бага кішігірім консолидацияда жүр. Бізде нисходящий тренд басталған. Міне, мына бір жерлерден бастап алып қарайтын болсақ, бізде нисходящий тренд. Бага осы екі аралықта жүр. Мына жерде сызған біздің сызығымыз бойынша, тренд сызығы бойынша осының жоғарғы жағын бұзып кететін болса, онда біз позициямызды өзгертеміз. Демек тренд ауысады деген сөз. Егер де оны бұзып кете алмайтын болса, онда шортқа кіреміз. Біз мына жерден шортқа кіре берсек болады. Тек профит пен стоп лоссты позицияны ашқаннан кейін қойсаңыздар да болады, ашқанға дейін қойсаңыздар да болады. Стоп лоссты кішкене жылжытам екінші қызыл свечаның фитиліне дейін. Тек профитті мына жерде ең соңғы қызыл свечаның фитиліне дейін жылжытам. Енді біз ема бойынша көрейік. Ема бойынша 5-тік және 10-дық, 5 күндік және 10 күндік бойынша қарайтын болсақ, еманың сызықтары сары және жасыл сызық свечаның жоғарғы жағында тұр. Демек, ол бағаны төбеден төменге қарай басып жатыр. Жоғарыдан төменге қарай басып жатыр. RSI бойынша көретін болсақ, әлі белгісіз. Магди бойынша көретін болсақ, Магди бойынша қызылдар көбейіп жатыр. Баға құлайды деген сөз. Мына жерде жасыл мен қызылдың түйіскен жері бізге шортқа кір деген сигнал береді. Ол қай жер? Ол қазір анықтап көрсетейін.
ол мына жер, осы жер. Жасыл сызықтар бітті, енді қызыл басталды. Екеуінің түйіскен жері бізге шортқа кір деген жақсы сигнал болады. Яғни біздің индикаторлар бойынша да, тренд сызықтары бойынша да сәйкес келіп тұр деген сөз. Бұл деген сөз бізге, яғни дивергенцияны анық көрсетіп тұр. Осылардың барлығының сәйкес келуі дивергенция деп аталады. Жалпақ тілмен айтқанда осы мына жерде $530 біздің позициямыз жабылды. Жалпы дивергенция дегеніміз осы біздің индикатор бойынша таймфреймдерді ауыстырып өзіміздің жасаған тех анализдеріміз бойынша барлығы сәйкес келіп біздің дұрыс позиция ашуымыз осы дивергенция деп аталады. Барлығының айтып жүргені, түсіндіріп жүргені осы. Тағы да сұрақтарыңыз болса, трейдингке қатысты білгіңіз келген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер.